Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге үй жағдайында екі ғана ингредиенттен жасалатын пломбир мороженесінің рецептімен бөлісетін боламын. Егер пломбир мороженесінің рецепті қызық болса, видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Сізге керек болады 33-35%-тан кем болмаған сливки, мұздай сливки болу керек. Холодильникте бір түн тұрған болу керек. Бұл сливки ыдысымызға құйып, миксермен қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. 2-3 минуттай жақсылап қою болғанша миксерлейміз. Міне осындай қоюлықта болу керек. Енді үстінен сгущенка құятын боламыз. Сгущенканы өзіңіздің қалауыңызша құясыз. Егер қатты тәтті болған қаласаңыз, көбірек, егер қатты тәттіні ұнатпасаңыз, азырақ қосып, тағы миксерлеп алатын боламыз. Көп миксерлемейміз, бір 30 секундтай жақсылап миксерлесек жеткілікті. Міне екеуін де миксерлеп алдық. Енді миксерлеп болғаннан соң беті жабылатын ыдысқа осылай құйып аламыз. Құйып бетіні жауып, морозильникке кемі 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір түнге қалдырсаңыз да болады. Осылай морозильникке салып қоямыз. Міне 7 сағатта өтті. 7 сағатта мороженеміз осылай болып қатты. Енді ыдысымызға саламыз. Салып бетіне өзіңіздің қалауыңызша сәндесеңіз болады. Шоколадты ертіп қойсаңыз да болады, немесе әртүрлі жеміс-жидектерді турап салсаңыз да болады, немесе осылай ұсына берсеңіз де болады. Мен үйдегі бар шоколадты осындай теркадан өткізіп, бетіне сеуіп шықтым. Отбасымдағыларға өте ұнады. Дүкеннің мороженесінен ешқандай кем емес. Тура сізде осы әдіспен жасап көріңіз. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.